Игра в кальмара. Netflix платформасында шыққан оңтүстік кореялық сериал. Сюжетке сәйкес қарызға белшесінен батқан 456 адам құпия сайысқа қатысады. Әрбір жеңілген адам өмірінен айырылады. Ал жеңімпаз 45 миллиард вон ақшаға ие болады. Сериал авторы Хван Дон Хёк қазіргі капиталистік қоғамда орын алып жатқан қатал бәсекені көрсеткісі келген. Хван Дон Хёк сериалдың идеясы жастық шағында қаржы қиыншылықтарына байланысты туындағандығын айтқан. Хван сценарийді 2008 жылы жазған, алайда 11 жыл бойы қолдау көрсететін инвестор таппаған. Сериалды түсіруге 2019 жылы Netflix қызығушылық танытқан. Хван Дон Хёк сценарий жазу барысында көп су ішкендігін айтқан. Ол 2 серияны 6 ай жазған. Кино өндірушілер қателік жасап сериалдағы шақыру картасына шын адамның нөмірін жазып жіберген. Сериал шыққан сәтте аталған нөмірдің иесі 10 мыңға жуық қоңырау келгендігін айтқан. Тіпті біреу нөмірді $85,000 сатуды өтінген. Бірінші сериядағы алып қуыршақты Кореяда расымен де кездестіруге болады. Қуыршақ Джиншхон аумағындағы ауылдың Мачаленд деген мұражайына тиесілі. Робот қуыршақ 1970 және 1980 жылдардағы Корея оқулықтарының бетінде бейнеленген Йонхидің негізінде жасалған. Анупам Трипати сомдаған Алидің рөлі көрермендердің ерекше ілтипатына бөленген. Бастапқыда Алидің рөлін филиппиндік актер Карло Акино ойнауы керек болған, алайда COVID-19-ға байланысты ол Кореяға кіре алмаған. Вип-залдағы мүсіндер рөлін шын модельдер ойнаған. Консебектің рөлін модель Чон Хо Йон сомдаған. Бұл оның дебюттік рөлі болды. Сериалдан кейін Чон Хо Йонның инстаграмына 13 миллионнан аса адам тіркелген. Хван Дон Хёк бала кезінде дальгона печенесін жалап, ортасындағы фигураны босататындығын еске алған. Ол кейіннен оны сериалдағы сценаға қосқан.
Хван сценарий жазу барысында үзіліс жасауға мәжбүр болған, себебі ноутбугын $675 сатып жіберген. Жасыл түс, қызыл түс ойыны көп қатысушылардан құтылу үшін жасалған. Игра в кальмара сериалы Netflix тарихындағы ең танымал сериал атанды. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.